Барлықтарыңызға жетіп тұр, барлықтарыңыз көріп тұрсыз ғой? Иә. Әйтеуір бір-бірімізді іздеп жүрмесек болды, әйтеуір. Алысқа отырып алыпсыздар көлеңкеге. Той Күләш апам үйінде емес, көрші ауылда болып отқан сияқты. Кішкене жақындамайсыздар ма, болды ма? Сол жерден қозғалмайын деп тұрсыздар ғой, ә? Жарайды, жақсы. Алтыңдаңдар ағайын, шырқа бәнге салайын, бетін ашып келіннің көрімдігін алайын. Таңдай нұрлы көзі бар, балдай тәтті сөзі бар, қылығына қарасаң өзі шекері өзі бар. Жаздай жайлы жамалы, қиылған қас қабағы, келін елге бақ болар, құтты болса о қадамы. Ел ардақтар сыйлыны, көңіліңе түйміні, басқа елдің бір гүліні, біздің елдің сүйділі. Қызға келін болу хақ, бұл далланың бұйрығы. Әйелге еркек әуейі, тіршілік қылып жүр алмас, ерсіз әйел болған соң ықыласымен күл алмас. Келін боп келу қиынақ, жас өспірім балаға, қызмет қылған иелі ата менен анаға. Ал өсиет айтайын, бақ орнасын басыңа, үлкендердің көзінше ісіп кеуі бір тасымай. Орамалды құрақ етпей дұрыстап ора басыңа, қолын ұстап бетін сүй, отырса бала қасыңа. Тамақты жылдан жемегін, кісідей келген асығып, үйге кісі келгенде сөйлеме бірден ашылып. Жеңілтек келін атанба, салмақпен ұстап басылып, келін жан енді өзің біл, ұялар деп ойладым, айтқан қабыдан асырып. Ұялар деп ойладым, айтқан қабыдан ашырып. Келін келді ағайын, орта бойлы тамаша, мінезі мен көркіне жұрт қызығары таласай. Ақ орамал астында ұялып тұр жараса, осындай келін әпкелген, жан достай алтын жігіттің бүкісі қандай тамашай. Осындай келін әпкелген, жан достай алтын жігіттің талғам қандай тамаша. Үйлендірді ағайын, жинағаннан түйді де, басын қосты екі жас, бірін бірі сүйді де. Басын қосты екі жас, бірін бірі сүйді де. Айтқан кезде арасын, жақсылыққа осындай, беташарға осындай, қалай қарсы тұрарсын. Мінекей ардақты ағайын, келіп түскен Сайора келінімізге бұрынғы соңында ата-бабаларымыздың айтып кеткен келінге өсиет насихатын қысқа нұсқа айтып өттік ардақты ағайын. Мынау ыстық жерде келін қиналып қалмасын деп жатырық. Талай шілденің кезінде бет ашып, орамалдың астында ауа жетпей, келіндердің құлағанын көргенбіз. Құдай ондайдан сақтасын, Құдай қаласа. Осы келін Құдай қаласа осы үйге берекелі келін болсын. Аталарымыз айтады, келіні жақсы үйге көп кісі келеді. Келіні жаман үйдің қонағы кеткісі келеді. Тамақ құй десең төккісі келеді. Жөндеп құй десең сөккісі келеді деп бекер айтпайды. Олай болатын болса, осы Сайора келініміз, Күләш анамыздың шаңырағына көп кісі келтіретін келін болсын деп бір шапалақ ұрайық шегенекей.
Жандос, қалайсың? Жағдай жақсы ма? Күле беретін болып қапсың ғой. Жақсылар мен жайсаңдар, ақыл ортақ даналар, өтсе дағы өмірден, өшпейді ешбір көңілден, кешегі өткен бабалар, кешегі өткен аналар. Ортамызда бүгін жоқ, кешегі өткен бабалар, кешегі өткен аналар. Абай атамыз айтады ғой, өмір үлкен көл, заман соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер, кезекпенен өлінер баяғыдай көрінер дейді. Олай болатын болса, осы әулеттен өткен ата апаларыңызға алғашқы сәлем сұрағым келіп тұр, айналайын келінжан. Марқұм ата әжелеріңіз Жапархан ұлы Капкен, Жапархан ұлы Капкен, және де Капкен ұлы Қази Нұрғали қызы Талшын ата апаларымызға, көкелерімізге, марқұмдарменен марқұмаларға алғашқы сәлеміңді арнайы салып қойыңыз кәнекей. Сіздерден қошемет құрмет болсын кәнекей. Асқаралы таулардай кең құшағын жаятын, жылы жұмсақ тәптісін саған сақтап қоятын. Ақ көңілді ақ жарқын енеңдей болсын бір адам, берекесі осы үйдің жоқтан барды құраған. Жандос балам үйленсін деп бір Алладан сұраған, аппақ келін келген соң жасалып тұрып көзіне қуаныштан жылаған. Күләштайын күлім көздау енеңізге мың сәлем, енеңізге мың сәлем. Туған енең Күләштайы анамызға мың сәлем. Апам қайда? Күләш анамыз қайда? Күләштайын анамызға арнай келені мың сәлем. Сәлем салғаннан кейін ақша салады қапа, білесіз ба? Бұл беташар ғой. Қошемет көрсетпейікші. Енесі салып атыр. Енесі ақша салып атыр. Келіні сәлем салып атыр. Бір сәлем. Айналайын келінжан. Бір сәлем деген кезде сіз 2 рет, 3 рет, тіпті 4 рет сәлем сала беріңіз. Мына Күләш апам мына үйге бір керемет келін келді деп ойласын, Құдай қаласа.